Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзбек ұлтының машхурда деп аталатын көжесінің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен мәш пен фасольді ыдысымызға салып, бөлек қайнатып аламыз. Бұл тамақтың ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай, тез жасалынады. Ыдысымызға майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Пияз және сәбізімізді кубиктап турап, қуырып аламыз. Видеода көрсетілгендей. Маңызда айта кететін жайт, дәндер бір қайнағаннан кейін суын ауыстыру керек міндетті түрде. Өйткені судың түсі жаңа қара, қызыл болып кетіп, біздің сорпамызға салған кезде түсін өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан ортада суын бір ауыстырып аламыз. Қазанымыздың бетін жауып, етін пісіріп аламыз. Дәндер қайнап жатыр. Дәндер ет піскенше оларда пісіп қалады. Етіміз міне пісті. Енді картопын саламыз. Бір араластырып. Дәндер де пісіп қалды. Оны сүзіп аламыз міндетті түрде. Сүзіп алып барып саламыз. Бір араластырамыз. Мына жерде менің сорпам, көжем кішкене қою сияқты, сондықтан бір кеседей су құямыз. Бір араластырамыз. Бір қайнатып. Көжем дайын болды. Енді газды өшіріп, үстіне укропты сеуіп, бетін жауып қоям. 10-15 минуттан кейін ыдысқа құйып ұсына беремін. Көжем дайын болды. Міне ыдысқа құйып ұсына береміз. Көже өте құнарлы, дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Ұнаса лайк басыңыз және тіркелуді ұмытпаңыз.